Түрклер ой сайлавыны әтті Режеп Тайип Эрдоган кене акимият башына кечежек ве 2029 сенесіне қадар президент вазифесінде қалажақтыр. Сайлайчыларның 52% бұна қол тұтты. База референдумның нәтижелеріні Анкара мемлекет тарихындаки ал әтіже адым оларақ адлай. Эрдоган тарафдарлары ендіден Түркияны земаневелештірмеге имкан пейда олачағында еминдір. Айны вақытта мұхалифет акимиятның рейлерінің қалплығыны әткенінді қабатлай. Ве айтқаны кебі, ғалебені анаясадыны шывыны істемегенлер қазанған екен. Ве халқыны ой сайлавыны қорумаға чығыралар. Түркияның әнді үч бұйық шерінде наразылық нумайышлары башланған. Инстамбулда да хұжығыр бір митинг кечті. Инсанлар евлерінің пенжерелерінден тышқа узанып, қазан ве таваларға урайды.